алмұрттың мәні қанша болады? Жаза ғой. Сонда алмұрт нешеге тең екен? Мұнда жаза ғой. 20. Жарайсың Ануар. Ануарға білімділігің үшін ала ғой. Тамаша отыра. Ал Әліби. Қарайық. Қара. Бізде алма үшке тең. Яғни алманың мәні қанша? 3. Енді қара. Үшке бірді қоссақ, мұнда жаз. Үшке бірді қоссақ. Қосу. Үшке бірді қоссақ, қосу 1. Қанша? 4. Жаза ғой. 4. Сонда бізде жүзім 4-ке тең. Енді қара. Алмұрт. Бізде алма қанша еді? 3 еді, я? Наны 2 деп дұрыс шығарғансың. Енді алманың мәні қанша? 3. Жүзімнің мәні? Мұнда жаз. 4-те. 4. Ал алмұрттың мәні? 2. Ал 3-ке 4-ті қоссақ? 3-ке 4. 7. 7-ге 2-ні қоссақ? 9. Мәні? Жарайсың Әліби. Әлібиге ақылдылығың үшін ала ғой. Ал Батыр, монетіңді ала ғой, фигураңды ала ғой. Жарайсың. Бәрін орындап кете ғой. Енді қара. Дөңгелек тұр, 3 бұрыш тұр. Мұнда қандай фигура керек? 4 бұрыш. Жапсыра ғой. 4 бұрыш немесе шаршы, дұрыс айтасың. Енді қара. Дөңгелек бар, 4 бұрыш бар енді. 3 бұрыш жарайсың. Ала ғой. Енді қара, мына жерге мұнда шаршы керек. Дұрыс айтасың Батыр. Дұрыс. Жарайсың Батыр. Мынау саған ала ғой. Белсенділігің үшін. Қара. Бізде дөңгелек бар, шарш. Дөңгелек дұрыс айтасың. Ала ғой. Монетіңді ала ғой. Келесі қарай. Бізде дөңгелек бар. 3 бұрыш бар. Енді не қоямыз? Қарайсың. Ала ғой, Нұрдәулет. 4 бұрышында. Мына монет. Енді мына екеуінің орны бар. Ал қара. Дөңгелек бар, шаршы бар. Мұнда не қоямыз? Не қоямыз? 3 бұрыш. Ала ғой, монетіңді ала ғой. Енді 3 бұрыш бар, дөңгелек бар. Мұнда не қоямыз? Мынау саған білімділігің үшін. Ал келіп, ала ғой. Қара, бізде 3 бұрыш бар. Дөңгелек бар, мұнда не қоямыз? Не қоямыз? 4 бұрыш, ала ғой. Қарадыңды ал. Монетіңді ала ғой. Келесі қара. Дөңгелек бар. 3 бұрыш бар, мұнда не қоямыз? Қандай? 4 бұрыш, ала ғой. 4 бұрыш, екінші қара. Ала ғой. Енді қараңдар. 3 бұрыш бар. Дөңгелек бар. Ала ғой. 4 бұрыш ал. Енді қараңдар. Бізде дөңгелек, 3 бұрыш, мұнда не қоямыз? Не қоямыз? 4 бұрыш қоямыз. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсың сіз, Мынау саған. Ала ғой. Сезім ала ғой. Ақылды бол. Ал қара. Бізде дөңгелек бар, 3 бұрыш бар. Қандай фигура қоямыз? 4 бұрыш. Ала ғой. Міне 4 бұрыш. Мынау сенің монетің. Қайда жабыстырамыз? Енді шаршы бар, дөңгелек бар. Мұнда не қоямыз? 3 бұрыш. Ала ғой. 3 бұрыш. Мұнда жабыстырамыз. Енді қара. 3 бұрыш бар, дөңгелек бар. Мұнда не қоямыз? 4 бұрыш. Ала ғой.
Аяқтай өз орындары байқадыңдар ма? Нұрсаяға мынандай мақтау қаласын. Дарындылығын үшін алады. Алихан алады. Сізге 20-ны қосамыз. 90. Дұрыс. Енді 90-нан 40-та айтамыз. Қанша? 50. 50-ге 30-ды қосайық. 80-ге 20-ны қоссақ 100. 100-ден 70-та айтамыз. Сонда мұнда 30-ға 60-ға 90 шықты. Енді 90-нан қай санды айтсақ 70 шығады. Жоқ, дұрыс айтып 20. Дұрыс айтып. Жарайсың, Алихан. Қалай берем? Қара. 100-ден 90-ны айтамыз. Қанша? 10-ға енді 30-ды қосамыз. 40-ға 50-ді қоссақ 100-ден 20-ны айтсам 80 шығады. 80-ден 70-ді 10 шығады. 10-ға қай санды қосамыз? 40 болады. Енді балалар, бізде дәптермен жұмыс болсын, я? Сіздерге дәптермен қаратып берейін. Дәптердегі тапсырманы. Балалар қараңдар. Сіздегі дәптермен жазуда бірінші тапсырма. Сиқырлы мысалдарды жазулармен сәйкестендіріңіздер. Енді үлкен деп сұрап тұрған жоқсың. Тыңда. Сиқырлы мысалдарды жазулармен сәйкестендір дейді. Бізде қараңдар. 9 айтылған 2 тең 7, 4 қосылған 5 тең 9, 10 айтылған 5 тең 5 деген мынандай амалдар тұр. Осы амалдарды мына суреттермен сәйкестендіріңіздер. Түсінікті ма? Енді қараңдар. Енді қараңдар. Бір мысал көрсетейін. Мұнда 5 және 5 деген екі бірдей сан тұр. Мына суретте қайсына келеді деп ойлайсыздар? Қайсы? 1, 2, 3. Біріншісіне келеді, дұрыс айтасыңдар. Міне 10 азайтылған 5 тең болады 5. Я? Значит, маған келеді дейсіз. Бұлай сәйкестендіріп қойдық. Келесі қараңдар. Бізде жапырақ 5 болса, мына жердің мәні 5. Бізде онда мияқта амал бар ма? Мұны атын жазасың, мыналарын орындайсың. Қосымша тұр. Мынандай сурет береді. Осы суретке мына сандарға сәйкес. Қараңдар. Бізде бірінші не? Тауық берілген. Тауық қанша тең? 4 тең. Одан кейін 4 тең. Осы жерге келіп аламыз ба? Келіп отыр. Алар, шуама. Елі басылай. Жәй септер. Сіздер көмектесіздер балар. Алар, шыққандар бермейтін, я? Мен шықпағандар шыққан, олар да шыққандар. Қазір сөйтіп, қарады. Сіздер көмектесіздер онда. Қарады.
болсақ, жеті болады, жетіге екі қос. Алды. Жетіге болсақ, маған не сұлтан кел ойна. Ал. Қайта бәтек. Беске қайта.